Сәлем достар. Сонымен бүгін біз аэрогрильмен фри дайындайтын боламыз. Ең алдымен 5-6 штук картошканы дайындаймыз. Оны біз әдемілеп сыртын аршып, жуып аламыз. Жуып болғаннан кейін әдемілеп картопымызды осындай қылып тураймыз, яғни дольки қылып тураймыз. Бұл жерде енді маңыздысы жаңағыдай қатты қалың қылмай, жұқалау қылып турауға тырысыңыздар, сол кезде ортасы жақсы пісетін болады. Немесе төртбұрыштылап, яғни фри сияқты қылып кәдімгідей турауға да болады, бірақ маған өзіме көбірек осындай түрі ұнайды. Сол себепті балаларыма да осылай жиі жасап беріп отырамын. Ал енді дайын болған картопымыздың үстіне тұз саламыз. Және де өздеріңізге қандай специялар ұнайды, соларды сала берсеңіздер болады. Мысалы қара бұрыш, қызыл бұрыш, және де для картофеля деген сияқты неше түрлі нелер болады, специялар болады. Немесе универсальный деген сияқты, для курицы деген, сондай неше түрлі түрлерін қоса берсеңіздер болады. Немесе укроп, сушеный укропты қосуға болады. Және де соның барлығын қосып болғаннан кейін бетіне міндетті түрде шемішке майдан құямыз. Есеппен жобамен мысалы 3 ас қасық. Соның барлығын әдемілеп араластырып, бір 10-15 минутқа қойып қойсаңыздар, жаңағы специялар, тұздар, бұрыштар барлығы сіңіп әдемі болып дәм беретін болады. Ал енді дайын болған картошкамызды өстіп аэрогрильдің ішіне салатын боламыз. Және де оны әдемілеп жайып, арасын ашып, жайып жібереміз. Ал енді келесі бізде жаңағы аэрогрильге салғаннан кейін оны 200 градуста 20 минутқа негізінде қою керек. Бірақ мен 200 градуста 10 минутқа қоямын. Содан кейін 10 минуттан кейін ашып, шамалы араластырып, яғни барлық жағы дұрыс жақсы пісу үшін араластырып алып, қайтадан 10 немесе 15 минутқа қойып қоямын. Сол кезде толығымен біздің фриіміз жақсы пісетін болады. Сонымен достар, біздің фриіміз пісті. Өте мына қараңыздар, қып-қызыл болып, әдемі дәмі де керемет болып пісті. Енді осындай фриімізді біз жаңағы қалай ұсынамыз, иә? Яғни мен сіздерге жаңағы тауық етімен бірге ұсынар едім. Яғни тауық етін сәбіз, жуа, болгар бұрышы, помидормен қуырып алып, суға кішкене бұқтырып қойсаңыздар болады. Және де міндетті түрде кетчупты бірге қоюды ұмытып кетпеңіздер. Барлықтарыңызға да астарыңыз дәмді болсын.
осы рецепт бойынша әзірлеп көріңіздер. Және де видео ұнап жатса лайк басып, комментарийлар жазып, және де каналыма тіркеліп алыңыздар. Барлықтарыңызға да сәттілік, күндеріңіз сәтті өтсін.